Бұл видеоны көрмей тұрып Алихан Мұсабаевтың арасына жазылып кетіңіздер. Себебі сіздер бұл жерден керемет мыта ойынына және сампқа керемет видеоларды көре аласыңдар. Арнасы қызыққа толы, жазылып қолдап кетіңіздер. Және де күн сайын стримдар жасап тұрады. Және де жақын арада конкурс ойнатылайын деп жатыр, так что жазылып қорғалмаңыздар. Өте керемет арна, жазылып кет. Сілтемесі төменде. Тағы да достар, Азамат Қожақов деген арнаға жазылып кетіңіздер. Себебі сіздер бұл жерден Қытайдан келген посылкаларды ашу және түрлі влогтар және челлендждер, тағы да қызықты нәрселерді көре аласыздар. Арнасы қызыққа толы, жазылып қолдап кетіңіздер. Сілтемесі төменде. Сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, міне біздер бүгінгі видеомызды мен осыдан 1-2 аптаның аралығында ВК группама запись шығарған болатынмын. Опрос сияқты бір запись шығардым. Бедерім, мен кіммін, мен қандаймын, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен соны оқып, видео түсіретін боламын деп жазған болатынмын. Достар, міне осы видеоны түсіретін сәт келіп тұр. Ендеше осы мен қандай екенмін, анау адамдардың жазған ой пікірлерін тыңдаңыздар. Ал достар, ең бірінші Ерке Мукан деген бір қызба балама жазған. Айбек, сен менің сүйікті блогерларымның бірісің. Сен өте керемет жансың. Сенің әр салған видеоларыңды үзбей қараймын дейді. Рахмет Ерке, мен сендерді жақсы көрем. Менің сүйікті көрермендерімсіңдер. Рахмет, осындай ой пікіріңді қалдырып кеткеніңе өте үлкен алғысымды білдіремін сағанда. Ерасыл Калибеков деген бала жазған. Суперсің сен, Айбек дейді. Рахмет, сен де суперсің. Сәуле Истырғанова, ақ көңілсің, қарапайым ақылды баласың дейді. Рахмет, Сәуле, үлкен алғысымды айтамын. Тағы да Махаббат Жанаев деген қыз жазған. Мықты блогерсің дейді. Рахмет. Алтынбек Төлепберген деген бала жазған. Ютубта ең көп подписчигі бар канал сенсің мен үшін дейді. Рахмет, бірақ менен де үлкендер бар, бірақ мына бала сенсің мен үшін деп отыр тек қана. Рахмет, үлкен рахмет. Керемет түсіресің видеоны дейді. Мадияр Базарбай, рахмет, үлкен алғысымды айтам. Сіздердің арқаларыңызда осы сіздерге арнап керемет қылып түсіруге тырысамыз. Диалана Макашева, жақсы әрі ашық, кейде ашуланшақ, кейде өзінше, саған өзіншелі үйлесет конкретно. Мадес оркамен видео түсірші дейді. Рахмет, үлкен рахмет, өзінше емеспін, ешқандай да бұрында айтқан болатын, бірақ сонда да рахмет. Басқа комментарияларың оркамен видео түсірші дегенде, білмеймін, орка кездесіп жатса түсіреміз. Самғат Нұржауов, красавчик, сөз жоқ саған дейді. Рахмет Самғат, өте үлкен алғысымды айтамын саған. Рамазан Аманғалиев ұзақ қылып жазыпты. Красавчик баласың, мықты блогерсің, видеоларың өте керемет, видеоларың сапалы күшті, мықты блогерлердің бірісің. Сен ең күшті ютуберсің, мен үшін бір сөзбен айтқанда күшті баласың, каналың дами берсін дейді. Рахмет, әумин, каналым дами берсін. Рахмет, үлкен алғысымды айтамын осындай өзіңнің ой пікіріңді қалдырып кеткеніңе, Рамазан. Рахмет сағанда. Ерик Абуталифов, красавчик, ақылды баласың дейді. Рахмет, Мөлдір Құлтай, күштісің. Рахмет, сендер де күштісің. Мұхаммеджан Мамышев, бұлашамен пазылда айыратын ол Айбек дейді. Жоқ, Мұхаммеджан, видео айтпам, ешкімде де айырмаймын. Ондай әркімнің ютубта өз жолы бар, өз сапасы бар. Әркім әрқалай өзі тез дамитындар тез дамып кетеді, дами алмайтындар қалады. Дәл сондай ондай айырат озып кетеді деген. Ондай біздер ютуберлер бір-бірімізбен жарыспаймыз, ондай үйде бойлап қалмаңыздар. Ал достар, осымен біздің видеомыз соңына жетті. Өйстіп камераның алдында қызықты бір видеолар түсірмегелі көп болыпты. Енді білмеймін, сол әртүрлі жағдайларға байланысты осындай камераның алдында видеоларды түсіре алмадым, ренжімейсіздер деген ойдамын. Осы видео міне сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Келесі видеоны күтіңіздер. Осыдан да керемет қылып шығаруға тырысамыз. Так что күтіп, осы видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сол сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Келесі видеода енді керемет заттарды айтатын болам. Так что күтіп, егер де менен пиар алғың келсе, осы видеоның астында жарнама пиар туралы деген зат бар. Соның ішіне кіріп, маған жазып пиар алсаң болады. Енді бағасын дәл қазір айтпай ақ қояйын, дәл сол жазған кезде айтатын боламын. Сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Келесі видеоларда кездескенше, давайте достар.